Абай Құнанбайұлы 45 қара сөзі 11-ші сөз. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық, ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылып алып, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп, дәугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып, мал алам деп, ұрыға атымды сатып, пайдаланам деп, не өткізбесін, арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім азса, мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзім бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағым мен, сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса, жұртқа ой да түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп, талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлігіске ортақ, мұны кім түзейді? Анықтың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды? Оқыған Шекер Қатылбекқызы.